Стамбулдан бүгін салмақ тастау видео күнделігіне 100-ші күні 100 күнге жеттік, 3 айдан астық. Так, бүгінгі салмақ 102-4. Түсіп жатырық, супер. Сосын тәртін тұрдым, бақылым жасадым, тек жаттығу планка ештеңе жасаған жоқпын, өйткені оқым тимей жатыр. Неге екенін сізге айтып кетемін, жаңалық. Бүгін 100-ші күні бұл менің уақытша соңғы видео күнделігім. Бірақ салмақ тастай береміз. Бірақ менің түсіретін видео күнделік болмайды, влог деген атпен шығады. Неге десеңіз, мен 10 күнге отпуск алатын, балам шақырады кәсіпкерге. Бастырамыз, балам шақырып кеткен. Жаңалық 10 күн отпуск алам видео күнделіктен, салмақ тастау видео күнделігінен 10 күн отпуск алам, бірақ осы 10 күн ішінде мен влог түсірейін деп жатырмын. Қайдан дейсіздер ғой? Черногориядан біздер жолдасымсыз, тек балам екеуміз не кетіп баратырық, Черногория кетіп баратырық, демалысқа 10 күнге. Қазақстаннан менің подружкам келеді баласымен, төртеуміз бірге Черногорияда кездесеміз. Ертең бастап влог бір Черногориядан деген видео шығады. Влог шығады, соны қараңыздар. Салмаққа қатысы жоқ влог, салмақ ештеңе көрсетпеймін. Естественно, весы алып бармаймын ғой тартымды. О жерде не бар, не жоқ білмеймін, бірақ барынша тамақ, диетический тамақ жеуге тырысам. Естественно, жүреміз. Егер балам жүргізсе, егер мен балам кішкене мынандай жағдайға жасқа жетті, коляскаға отырғысы келмейді, жүгіретін. Бірақ мен коляскамды алып кетемін. Өйткені аэропортта шаршаса, болмаса жүгіріп шаршаса, ол кейде отырады. Сол моментте қасымдағы подружкамның баласының коляскасына таласама деген сияқты бір ой келді. Колясканы на всякий случай алып кетемін, бірақ пляж андаймындағы барғанда колясканы тасымаймын, бірақ қала ішіне қыдырған кезде колясканы тасимын деген ой келді. Сол үшін коляскамды алып баратырмын, бір багажбен, ішінде екі балама деп қоямын, әумин. Балам екеумізге бір багаж, барынша көп зат апармаймын, тек керекті заттар. Сол өзіме бір 2-3 киім айналып кие беретін сондай шығар. Енді толтырып алмаған, негізінде саяхатқа көп толтырып алғым келмейді осы күндері. Өйткені балам болғасын, коляскам болғасын, тасу қиын бәрін. Жалғыз өзім болғасын. Сол ертең таңертең кетеміз. Ертең таңертең кешке дейінгі видеоларды жайлап түсіремін. Өзімен бірге компьютерімді алып кететін боларым. Компьютерімді алмаймын, скорее всего, неге десеңіз алатын. Тасып, оны еще уайымдап, ұрлап кетпей ма деп сөйтіп не істемейді. Менде компьютерді тастамаймын. Телефонымды алып кетемін. Бірақ телефонымның бір жаманы білесіздер ғой, менде память аз. Сол күнгі түсірген видеомды сол күні монтаждап салуға тырысамын. Өйткені келесі күн видеоға түсірсем сыймай қалады. Сол себепті менің телефоным маған рұқсат берсе түсіруге, монтаждауға, оны ютубқа салуға, бәріне память болса, түсіріп күнде влог саламын Черногориядан. Мен бірге болыңызда бір басқаша бір влог болады сіздерге видео күнделік без қой, енді просто влог қой, күнделікті лайфстайл влог түсіріп. Сол жаңалым, мені құттықтап қойыңыздар, маған жақсы демалыс тілеңіздер. Және де қазір мен не жеймін, соны бәрін сізге көрсетемін. Қыздар, бүгін менде лаваш, таңертеңге жұмыртқаны омлет қылып пісіріп, домалатып, үстіне салдым, бұрыш, ағыршық, сосын мынау қолдан жасалған сыр, ауылдан келді. 5 литрлі баклажкамен атам ауылдан алып келді, өткенде ауылға барғанда. Сол осыны қазір ұстап орайым. Помидор жетпейді, помидор бітіп кетіпті. Сол орап осыны жеймін. Қазір жейтін фарш и слоеный тесто. Самса жасайын деп едім, ертең балама таңертеңге жолға шығайын деп тұрғасын, жолға тамақ алып кетеміз. Мына снеки. Сонымен қазір балам пісірем, бір жағынан ертең күйеуім таңертең асқа жейді. Сол, маған ас болсын, қарағандарыңызға рахмет. Так, қыздар, перекусқа менде йогурт, неге ішінде фруктылар әрбір жерде жатыр деп ойлатқан боларсыздар, естеп қойған деп. В общем, мен балама перекусқа йогурт берген, фруктымен. Соны дейтін
тек мына жүзімнен жеді, сосын мынадан жеді. Аталады персиктен. Сосын мынаны азғантай бір жепті. Көп емес, көрдіңіз ба? Азғантай жепті. Мына жерден беріп толтырып беріп едім кішкене. Көп емес, аз жепті, тойып тұрған ғой. Сосын енді мына йогуртымен қазір обедке жейін деп жатырмын. Өзім жеймін деп алып қойдым обедке деп. Сосын мына фруктадан жеймін. Фрукты естественно көп. Азғантай бір-екі штуктан жеймін да. Тағы да қазір балам ұйықтан тұрғасын беріп қараймын. Сол, мен бірге болыңыздар. Кеш жарық қыздар, сағат 4:40. Я самса жейін деп жатырмын. Еті майсыз, жуалы. Сол себепті несі слоеникасы дейтін өте жұқам. Сол себепті жейін деп жатырмын. Мысалы, Қазақстандағы бір самса болса, бір жерден алынған, мүмкін мен жемейтін болармын, өйткені оның калориясы көп, мынаның калориясы аз. Және де бұл өте кішкентай, ондай нән самса емес. Қараңыз, менің алақанымдағыдай. Міне, кішкентай самса. Мен кішкентай самса жасаған жақсы көремін, үлкен. Және де бір стакан кефир. Осымен сағат 4:40-та қазір кешкі асымды жеп аламын да, аузымды тыям, багаж жинауға кетемін қазір. Бұл жерде мен влогты жүктеп жатырмын. Сол самсаны мен жолға неге пісіріп жатырмын деп ойлап жатқан боларсыздар, самолетте бермейме деп. Самолетте береді, просто мен балама пісіріп жатырмын. 1 сағат 50 минут ұшады самолет. Балам не істейді, тамақ сұрайды, таңертең 9-да шыққаннан анда сағат 4-ке дейін 4-терде жетеміз примерно отельге. Сол себепті орталарында перекусқа самса беремін. Сол 9-да шығам, пока дойдем, 11-де регистрация. Сосын 11-де регистрация, 2-де ұшамыз. Сосын 2:50-де бару керекпіз. 1 сағат разница бар, сонда 1 сағат 50 минут ұшамыз. 2:50-де сонда барамыз, пока багаж, анымнау, паспорттен контроль. Сол 4 таксимен сол сағат 4-терде баратын болармын гостиницама. Сол себепті балама пісіргенім. Ертеңге дейін көріскенше мен бірге болыңдар. Ертең уже Черногориядан влог болады сіздерге. Және де бәрін қарап өтіңіздер видеоларымды. Черногориядағы влогымды да қараңыздар. Қаншаға шықты, самолетті қалай алдым, отельді қалай алдым, бәрін сізге бір говорящая голова болып сөйлеп бәрін айтып беремін. Менің видеоларымды өткізбей қарап жүріңіздер. Пока-пока.